Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Жаңа жыл мейрамы да жақындап қалды. Жаңа жыл мерекесіне арнап ерекше дастархан жайып, жаңа жылды тағатсыздана күтетініміз рас. Сіздердің назарларыңызға дастарханның сәнін келтіретін мерекелік салат түрін ұсынғалы отырмыз. Салатты дайындау үшін бізге картошка, тұздалған балық, жасыл бұршақ, жұмыртқа, қызылша, аскөк және де қызыл уылдырық керек. Ыдысқа ең алдымен балық саламыз. Әр қабат сайын майонез жұқалап жағып отырып, картоп, жасыл бұршақ пен жұмыртқаны саламыз. Одан кейін майонезбен араласып тұрған қызылшаны салып, бетін тегістейміз. Салаттың бетін әрлеу үшін қызыл уылдырық пен аскөк пайдаланамыз. Осындай әдемі салат шығады. Құрметті достар, кітапхана қорында кез келген ас үй қаншайымына көмекші құрал бола алатын көптеген салаттың түрлері, сонымен қатар түскі асқа, кешкі асқа дайындауға болатын тағам түрлері берілген. Бұнымен бірге тәтті сусындар дайындау үлгілері көрсетілген көптеген кітаптарды алып оқи аласыздар және де қажеттіліктеріңізге пайдалана аласыздар. Көріскенше сау болыңыздар.